Балалар, 52-ші беттегі 117-ші тапсырмаға назар аударайық. Тігін шеберханасында 90 метрден 13 бөлік және 80 метрден 11 бөлік материал бар. 1440 метр материал қолданылғаннан кейін қанша метр материал қалды дейді. Жалпы тігін шеберханасында балалар 90 метрден 13 бөлік, 80 метрден 11 бөлік материал бар екен. Сол материалдардың ішінен 1440 метр материал қолданылғаннан кейін шеберханада қанша метр материал қалғандығын анықтау қажет. Мінекей, есептің шартымен таныстық, олай болса өзімізге түсінікті қылып шартын жазып алайық. Бізде материалдардың барлығы жазамыз 90 метрден 13 бөлік. Бөлік сөзін қысқартып Б әріпімен жазамын. Келесі 80 метрден 11 бөлік. Бұл барлығы деп қояйын. Мінекей. Барлығы дәл осындай көлемде материал бар балалар. Неше метр екендігі белгісіз. Дәл осы барлық материалдан қолданылды 1440 метр. Жазайын. Қолданылды 1440 метр материал. Енді бізге табу қажет неше материал қалғандығын. Қалды неше метр. Мінекей, есептің шартын жазып болдық. Шешуін жазайық. Ең алдымен барлық материалдардың неше метр екендігін анықтайық. Ол үшін 90 метрден 13 бөлікті бір-біріне көбейтеміз, яғни әр бөлікте 90 метрден бар. Сондықтан бөліктердің санына әр бөліктегі материалдың ұзындығын көбейтемін. 90-ды 13-ке көбейтіп, 80-ді 11-ге көбейтіп, көбейтінділерін қосамын. 90-ды көбейтеміз 13-ке, қосамын 80 мен 11-дің көбейтіндісіне. Тең, баған түрінде есептейік. 13 көбейту 90, 9 3-ке көбейтеміз 27, 7 бірлігін жазып 2 ондығын ойда сақтаймыз. 1-ді 9-ға көбейтеміз 9, 2-ні қосамыз 11 болады. Екінші көбейткіштегі 0-ді тіркеймін. 1170-ке тең балалар. Ал енді келесі 80-ді 11-ге көбейтейік. 11 көбейту 80. 8-ді 1-ге көбейтеміз 8, 8-ді 1-ге көбейтеміз 8. Екінші көбейткіштегі 0-ді тіркеймін. Жауабы 880-ге тең. Келесі қосу амалын орындаймыз балалар. 1170-ке қосамын 880-ді. 0-ге 0-ді қосамыз 0, 7-ге 8-ді қосамыз 15. 5 бірлігін жазып 1 ондығын ойда сақтаймыз. 1-ге 8-ді қосамын 9, ойдағы 1 мен 10. 0 бірлігін жазып 1 ондығын ойда сақтаймыз. 1-ге ойдағы 1-ді қосамыз 2 болады. Жауабы 2050 метр. Бұл барлығы, я балалар? Жақшаның ішіне жазып қояйын. Барлығы. Мінекей. Барлығы 2050 метр мата бар болса, соның қолданылды 1440 метр. Азайтып тастаймыз. Бұл бізде бірінші, ал бұл екінші өрнек болсын. 2050-ден азайтамыз 1440-ті. Тең, баған түрінде есептейік. 2050, мінекей, азайту 1440. 0-ден 0-ді азайтамыз 0, 5-ден 4-ті азайтамыз 1, 0-ден 4-ті азайта алмайм, 1000-дықтан 1-ін алып, 10-нан 4-ті азайтамыз 6, 1-ден 1-ді азайтамыз 0. Жауабы 610 метр. Демек балалар, 610 метр материал қалған екен. Ал есептің жауабын жазайық. Жауабы 610 метр материал қалды. Мінекей балалар, жауабын жазып болдық. Осымен 52-ші беттегі 117-ші тапсырма аяқталды. Жарайсыңдар балалар.